Достар, осы видео басылмай тұрып, мен каналыма тіркеліп, колокольчик басып және де комментарий жаз. Содан кейін лайк басуға ұмытпа. Ал енді осы видео өзінен өзі басталатын болады. Және достар, мен осы анимацияны дұрыс переводтамасам, кешіріңіздер. Бәріңе сәлем. Менің атым Сола. Бұл оқиғада мен дауылға кіргенімді айтатын боламын. Мен ешнекен жасырғым келмейді. Осы оқиға өмір бойы есімде қалады. Мен білмеймін, бұл жақсы ма, жаман ба. Анам 10 жасында желкен спортына жіберген. Шын айтсам, мен суды және де жүзуді ұнатпайтынмын. Және де қатысқым келмеді. Бірақ сендер 10 жасында ата-анаңды тыңдадыңдар ма? Анам айтты, жаз біткенше дейін қатысасың деп. Далада жылы болып тұрғанша, менде өзге тыңдау болмады. Ойлап отырған шығарсыздар, неге анам бар деп қоймады? Анам ойлаған шығар, өскенде әкемнің қайығында жүзіп жүремін деп. Сол қайық үлкен болмады, бірақ та қымбат тұрған. Бір кезде біз су қоймасына жүзуге кеттік. Қайықта мотор болды. Қатты жел болғандықтан желкенмен жүздік. Маған ол ұнады. Сабаққа қарағанда, ал сабақта біз күні бойы оқып отырдық. Жүзудің орнына. Біз өзіміз жүзгіміз келген, тренерсіз. Біз 1 сағаттай жүздік. Біз жерден алыстай бергенбіз. Су қатты, қайық тұру бастаған. Қайық ары-бері жылжып аударылайын деген. Әкем айтты, біраз уақыттан кейін дауыл басталады. Бірақ та кеш болған. Бір кезде ауа райы қатты өзгерген. Біздің үстімізден қара бұлттар шығу бастады. Қараңғы бату бастаған. Жел қаттырақ соғу бастады. Содан кейін найзағай соғу бастады. Өте қатты қорқу бастағам. Ата-анам қатты қорқу бастағанын көргем. Әкем нұсқаулық беру бастады. Біз жилетті кидік. Содан кейін орнымызға отырғанбыз. Күтіп отырдық. Қазір не болады деп. Әкем парашютті шешу бастаған. Бірақ әкем үлгермеді. Жел қатты соғу бастағаны әкем құлап түскен. Қайық батайын деген. Анам кетіп қалған. Әкеме көмектесуге. Ал мен жалғыз қалдым. Мен өзімді қалай сезінгенімді айта алмаймын. Адам жалғыздықта табиғатқа қарсы бассыз. Мен шетке отырып ақын жол бастадым. Тіземді тартып алып. Есімде сол кезде қайық батса маған көмек болады. Бір кезде қатты қорқаннан талып қалғам. Мен оянғанда қасында анам отырды. Өте тыныш болған. Мен ұйықтап жатқанда дауыл тез қойған, және де ешеңке болмады. Мен ғана талғаннан қолмен аяқты көгертіп алғам. Мен жерге құлап ары-бері ұшқам. Анам келгенше дейін. Біз жерге келдік. Біраз уақыттан кейін жерді бастам. Мен артқа қарадым суды көрдім. Содан кейін алдыға тезірек жүру бастағам. Мен әлі қорқып тұрғандықтан шошығам. Мен өзімді жаман сезінгем. Содан кейін мен желкен спортынан шығып кеткем. Мен жүзуді қаттырақ ұнатпай бастадым. Жүзгенде бататындай ойладым. Кейде мен түсте сол кездегіні көретінмін. Ал міне достар, осы видео бітті. Сіздерге анимациямен және де мен переводтағаным ұнаса, онда каналыма тіркеліп, колокольчик басып және де комментарий жазыңыздар. Ал келесі видео 10 лайктан кейін. Ал осы видеоның оригиналы описанияда. Ал онда достар, сау болыңыздар.